Ол да қазақтың баласы ғой, қара домалақ. Здесь жесткий бір аналитика кетіп жатқан сияқты ше. Все, кетті енді жоғарыға кетеді. Ақша жетеді. Адамның тосу керек қой, психология. Бүгін рынок позиция бермесе, ертең береді. Негізгі жоба мақсат негізі трейдинг қой. Сол үшін міне анализдерімізді жасап. Настроение жоқ. Минус 100! Құтты болсын. Бір шапалақ берсе бір-біріне бол, сонымен нормально қуат деп ойлаймын негізі. Плюс-минус әртүрлі нәтижелер болып жатыр қазір именно бүгін. Айтады ғой, айқырдың бойына қарамаңыз, пысқырғанына қарамаңыз. Айрам! Трейдингқа келген себебім қаржылай бостандық. Потому что бір сағаттың ішінде өзім мысалы 20-25 долларымды табамын. Мен өзім жұмысым бар, мебельныйда руководитель болып істеймін. Табысым Аллаға шүкір негізінде. Табысым жақсы. Реалити шоу жайлы қызықты болып жатыр негізінде. Қызықты болып жатыр. Бұл жерде эмоция болғандықтан енді бүкіліміз айғай-шулап, маған ұнап жатыр уже. Басы әдемі болып жатыр. Ерас бірінші кездескен кезде енді шатысып қалдық енді. Оны жасыратын жоқ, екеуміз шатысып қалдық. Біріміз эмоцияға бөлініп, ол кісі эмоцияға бөлініп, мен де деген сияқты. Енді бір сөз айтқан кезінде енді ол да қазақтың баласы ғой, қара домалақ. Бір сөз ертең бір татуласамыз ба деген ойдамыз. Бірақ енді мен қорқып тұрған жоқпын бұл жерде. Оны жасыратын жоқ, бұл жерде қорқыныш жоқ. Просто енді ол қазақ болғаннан кейін өзім ойлаймын енді татуласу керек деген сияқты. Реалити шоуға қатысқаныма өкінбеймін, себебі өйткені Ерболат мырза бізде мықты кісі да. Мықты кісі болғандықтан оның білімі, беріп атқан қазір білім, эмоция деген сияқты сондай нәрселерді бізге үйретіп жатыр, Аллаға шүкір. Бір сөз айтқан кезінде 3 күн ішінде енді біріншісі білім тағы, екіншісі эмоцияға берілмеу деген сияқты. Одан кейін қалай айтсам болады. Енді реалити шоу қызықты болып жатыр. У нас подготовка выездничала. Короче, я забыл уже нешечу. Реально жұмыс істейтіндер келеді, ертерек уже. Көбісінің оты жоқ уже көзінде ше. Каждый день тут. Көбісінің оты жоқ уже. Қайда жоқ? Я не понимаю. Мен 0,5 ма да? 0,5 где ты? Я тебя жду. Кеше маған приколсыз кеткен вообще. 3000 теңге ме бүгін? Қалай сондай 3000 теңге? Кеше жарам деп отыр едің ғой. Қырам, жоям, айғайлап. Конкретно онымен результаттан айырам. Маржа жетпей жатыр екен. Үстіне қостың, ақшаны қосып жаппай, үстіне ақша салдым да қайтадан ұстадым соны. Тақтан сапарып 0-0 жоқ ұстадым. 0-0 плюс нөл ма? Сіздікі четко екен. Бізде бір бала шығып жасаймыз тоже. Чай бар жерде жүресің ғой, чисто ше. Бірдеңке жек қалу, ішіп қалу деген жерде біз жүреміз мысалы ше. Видите, да? Я расслаблен. Потому что состояние расслаблено. Спокойно жүріп жасау керек, понимаете? А напряжен жүрсең, өміріңде напряженный болып тұр, видите? Мына жерде жесткий бір аналитика кетіп жатқан сияқты ше. Мына жерде апайымыз тоже аналитикаға кішкене көңіл бөліңкіреп отыр екен. Бәрі напряженный жүр, мен жалғыз қалып қалдым. Ё-моё, сондай болып жүр, короче. Вот осындай реалити өтіп жатыр. Так что көреміз енді ары қарай не болады. Бүгін бізде реалитидің 4 күні басталды. Енді бізде сразу бірден практикадан негізгі жоба мақсат негізі трейдинг қой. Сол үшін міне анализдерімізді жасап алдық. Мына жақта қарасаңыздар, биржаның ашылуына қанша қалды? Биржаның ашылуына 6 минут қалды, дайынбыз ба? Есепте бол. Бұл жерде енді біз Американ уақытымен жасайтын болғандықтан, біз қазір бізде түн болғанмен Америкада күндіз. Сол үшін біз Американ уақытына бағынамыз. Бүгін сабақ өттік, риск менеджмент, психология жақсы сабақтар өттік. Енді давайте сәттілік бұл трейдингке дейін бір эмоциясын тұрып алсаңыз болады. Қазір трейдингтен кейін қандай эмоцияда болатынын көреміз, Пока, в ожидании. Әлия ханым айтыңызшы, бүгін оң қолға не болып жатты дедіңіз? Ерболат мырза, бүгін обедтен бері бар ғой, алақам құшып жүр. Негізі бүгін точно 150-100 доллар жарым деп отырмын. Бар ғой?
Жоқ, мен ровно цент аламын да. Вот 140 скидка аламын. Ну, күту керек, сразу. Эй, пром, 209. Айнге қатты қысқайтыған три в одном турнирде қажет қылды. Два в одном дегенде. Мне кажется, поделать какими спать не надо. Тесланы кейде бағынбайтын кезі бар да. Уста егерде шоқташтан қалады. Все, кетті енді жоғарға кетеді. Неге мен бүгін тағы да пропуск ететін қатыспадым, брат? Ақша жетеді да, бұл жерде ше. Ақша жетеді. Бұл жерде мен андай по кайфу жасағым келеді ше. Ол рынок ешқайда қашпайды, ақша қашпайды. При здравом аналитике дұрыс жасау керек та, так ақша жетеді. Сол үшін 1 минут қалып кетейік, асықпайық. Старт десең болды. Адамды тосу керек қой, психология. Бүгін рынок позиция бермесе, ертең береді. На самом деле, минусқа кеткенде былай, қарап сразу жауап, а плюсты ұзақ ұстау керек. Қызарып отыр екі бетім. Неше болды мен түсек? Минус пода 18. Бірақ анаған күтем деп емей. Минус. Бармайын да 28-де тұрсың ба? Қалай, брат, бүгін қалай болды жалпы? Бүгін настроение жоқ. Минус. Минус 100! Құтты болсын. Кеше мынау келген маған ше. Мен плюс 7 ұстаған кез, плюс 7 ұстаған кезде маған прикол ұстадыңыз. Тоқташ. Не болды? Кеше бер, кесеш кел. Бәлі! Кел, давай, кесеш надо. Кел, давай, брат. Кел, давай. Кел, бергел. Кесеш давай. Бітірлатып жүрем қазір енді. Болды. Анау 0,5 ше. 0,5 маған. Давай, кесеш кел. По-любому сөйлесеміз екен. Минус 100 құтты болсын. Бүгін бізде кішкене ауырлау күн болды енді. Трейдинг ол кәдімгі бизнестің түрі деп қарастырсақ болады. Өйткені кез келген кәсіпте ол минус болып тұрады. Сол үшін бізде енді бәрі емес, көпшілігі плюс, минус әртүрлі нәтижелер болып жатыр қазір именно бүгін. Сол үшін қазір ресторанға барып жатырмыз, бәріміз бірге тамақ ішіп, ала берсе бүгінгі күнді талқылайтын боламыз. Алапай айтам да жаңа, біз өзіміз минус болып, настроениеміз болып келмей жатсам, мына екеуі қоймайды төбелесе берді, Ерасыл мен мына баланы. Ана өзі жартысы. Соны айтам. Қоймайды бүгін өзі. Күнде плюс болып жүр. Жабыса береді. Соны айтам. Аяқ қолым дірілдеп, давлением көтеріп жаңағы. Екі бетім қысып кетті ғой. Қаптап елі. Иә, мынау да не дейді осы әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дегенде, әлім білмейді. Құты қандай болады, секірет тік-тік. Тәте айтады ғой, айқырдың бойына қарамаңыз, пысқырғанына қарамаңыз. Ойбай ау. Айрам. Баласы, мен сіздің қасыңызда, қорықпаңыз, жаныңыздан табыламыз. Любой. Бөтшін шығарамыз. Мені дәл айттыңыз. Сіз ақыл айтыңыз, сіз может ақыл айтатын шығарсыз. Ой, болмайды. Ерасыл екеуі. Қашан жарасадысыңдар өзі, да? Уақыт келеді көреміз, қазір енді бұны шешіп алайық. Ол келіп просто, ол андай ғой келеді да. Жоқ, бір жүрген Адамды келіп, өзін шегеді. Ауызда темекі, сол үшін басталды ғой негізінде бүкілі. Келді да сіздердің көзінше темекі шегіп, үрлеп содан басталды. Ұят деген нәрсе болады. Өзіміз басымыз ауыр, бірақ енді жарайды қой берші ол адам өзімен өзі бола берсін, ничего страшного. Айтам да, капитан болған емес, капитандықтан кетіп қалатын сияқты, вообще жобадан да кетіп қалатын сияқты. Бәрімен ерегіседі, кәдіммен конфликтке кетіп қалып жатыр. Ешкімге жақпай жатыр, темекі шегетін, баратын әркіммен төбелеседі. Өткендегі анау лақтырып жатқан суы
адам бара отырау деген жоқ. Біздің көзімізше судың бәрін лақтырып, үстіміздің бәрін су болды да, быт-шыт болды. А бұл жолы бүгінгі мынау істеп жатқан төбелес өзім минуспен миымыз ашып кетсе, мына бизнесте деймін да, кім қайта өзі минусын мойындап отыр 100 болғанын. Бірақ біздерде минус болды, бірақ онда 100 емес менікі. 20 ғана ма болды. Бизнесте қандай бизнес болмасын, бәрінде плюс бола бермейді. Мен өзім да 20 жылма уже болды, 20 жылдан асты даже бизнесте жүргеніме, всегда минус болады. Это надо нормально принимать. Минуссыз, я, плюсы да бар, минусы да бар бизнестің. Бірақ Құдайға шүкір, Алланың берері көп, бере берсін Алла. Молынан. Акциядан минусқа шықсақ, алтыннан плюсқа шығып жатырмыз. Алтыннан плюс 400 болып жатыр. Акциядан минус 40, пайда 360. вау, вообще, супер. Кто говорит, что пенсия конец жизни? Нет. Мне Роза тәтеден пример алыңыздар. Қандай пенсияға шықса да, ол кісі, әлі шықпысын, перед пенсионный возраст. Ол кісінің жасына мәсе адамдар бітті, болдық деп отырады. Спокойно еще. Кешегіде мысалы ойындар болады психологический. Сол кезде спокойно. Бүкіл активистка қозғау. Минус болатса да жақсы принимать етіп жатыр да, ашуланбайды. Біз менің потогымда болды, менімен бірге оқыды бұл кісінің. Спокойно, наоборот, бәрін зерттеп, қарайды. Минус болатса да жоқ. Минус болғанда психологически не қылмайды андай. Біреулерге кінәлап, сенің кесірінен ана мынау демейді. Принимать етеді да, зато ақырында бұл кісі 360 бір күнде табу деген нормальный ақша ғой. Почти 200 мың теңге бір күнде ақша табу. Бұл кісі жасына лайықты ведет себя. Бұл кісі өзін жасына лайықты, әңгіме айтады, жасына лайықты өзін көрсетті тәрбиелейді екенін. Құдағи болып келдіңіздер ма? Ананы ұрысып келдік күйінше. Айтып өзі страшно айтты. Өзі құртақ жап-жарсың болатын десем, онда айғырмын дейді. Айғыр болып тұрып бала жасап қысқан дейді. Ерасылда ұржет деп ойлаған жоқпын, серьезно айтам. Көрдіңдер ғой? Жоқ, айтам да, адамға ешқашан прикол ұстама, өзіңе қайтып келеді деймін да. Прикол ұста. Газелде біраз кісі сіз туралы айтыпса да. Мен туралы ма? Ну енді... Қандай, ол қалай деп айтты, қалай не айтты деп ойлайсың? Конечно, отрицательно айтты ғой, е? Енді самый обсуждаемый болғаннан кейін хейтят. Это нормально. Үйреніп алғам. Бет қалың, шүкір Алла. Бет жоқ. Бет жоқ. Жігіттер қызуғанды ғой, болады барлығы ондай. Не ойлайсың? Бір шапалақ берсе бір-біріне бол, сонымен нормально оқылады деп ойлаймын негізі. Онсыз шеше алмай ма? Шеше алмайды. Ерасыл деген ол баяғыдан сондай бір кипишной жігіт қой негізі, маған да қатты ұнай бермейді. Көресің бе? Өзім екеуіне бір-бір шапалақтан беріп тынышталдырам ба? Сабыр сақтайық. Бұл жерде Ерасыл енді жасы кішкентай Асылбек мырзаға қарағанда. Асылбек мырзаның бір ескере кететін жағдай 4 баланың әкесі. Ерасыл естідіңіз бе сіз соны? Жоқ, мен бірінші. Мен жас деп жүрмін. Жоқ, бұл кісі жас көрінеді, жұбайы да жас көрінеді бізге проектке. Вообще, бұны айтпайсыз, Асылбек мырзан бір. Бізден де кішкентай сен. 33-тесіз бе? Бір как будто ротек деген сияқты. Расында бір 23-24-те жас көрінеді. Сол үшін давайте мына жерде келісіп алайық. Дастархан басында отырмыз, бір семьядай болып кеткен жер басында түсінбеушіліктер болған шығар. Сол үшін Ерасыл енді 4 баланың әкесі бұл кісі. Жасы да үлкен саған қарағанда. Сол үшін ауырып жатқандарың бар, бізге де әсер беріп жатыр. Психологически бізге де бүгін офистағы атмосфераны бір не қылып жібердіңдер бар ғой, бір напряженный қылып. Сол жақта трет жасауға келдік, жұмыс істеуге келдік деген сияқты бар. Анализ жасау, уровеньдер қарау. Вообще бүгін Қалғатсама сосиска күйіп жатыр. Жоқ, күйіп кететін болды анау, уайымдап жатыр. сол негізі екі конфликт тоже, влиять психология. Мысалы бірінші күн сода кісілердің ұрысы төбелесінен біз кәдімгідей. Жоқ, давайте, неменеге біз бұларды ажырата береміз? Парт өзі кім жеңеді? Рухатик алып кетті, рухатик еді. Жарайды біз. Былай істейік, екеуін қосып бір не қылып па, команда екеуі өлең. Баяғыда Төлесебектің балдарды байлап құшақтастырып қояды. Байлап кетейік те? Ерасылдікі да дұрыс емес та. Бірінші күннен бастап кішкене жаңағындай эгосын шығарып, тестостероны сыймай деген. Так бізде жерде жатқан жоқпыз негізі. Мінез көрсететін болсақ, әрқайсымыз әр елдің ерке адамдарымыз. Просто мына жерде орта болғасын бәріміз бір-бірімізді сыйлау үшін жүрген сияқтымыз негізі. Өміріміз сіз бізді сыйластықпен өтсін. Мен жақ жоқам, ешкім жоқ па мен қолдайтын десе. Газ етіп жатыр бәрі. Екеуміздікі де дұрыс емес. Екі жақтан шапалақ, екі жақтан шарт еді, екі жақта дұрыс емес. Сол үшін екеуіңіз алысып. Шапалақ екі жақтан жасасындар дегендер. Алайы.
Достасыңдар сосиска жейік. Жоқ, біз енді өзіміз сөйлесіп аламыз ғой потом. Негізі мен бірінші рет естіп отырмын осындай үш баласы жағасы бар. Мен жасты деп жүрмін ғой негізі. Я думаю, 4 бала шағасы бар. Төртеу, еще келіншегі бар оның. Мен ойлағанмын, сестренкасымен жүр ма деп. Өзінше тағы тиісіп қоймайсың Иә, соны айтамын. Жоқ, ол моменттер потом өзіміз сөйлесіп аламыз деп ойлаймын. Атак Еркекпіз ғой өзіміз. атак былай ешқандай не претензиям жоқ, просто. молодец жігіттер түсіндірдіңдер. Өздерің қалайсыңдар, жақсы ма амансыңдар ма? Жалпы қалай? Проект қалай? Нормально болып жатыр ма? Қызық болып жатыр ма? Шүкір. Енді қызығы мен шыжығы көп дейді. Соның енді шыжығы аздау болсын деп үміттеніп жүрміз. Алла берекелетсін енді. Ас болсын енді алдағы Астана. Ал, все, камера өшіңдер тезірек. Кәдімгі өзімізге шапалақ ұрып бұқтандырып қояйық. Біз торт жейміз десек. Таныстып отырмыз, жақсы. Рахмет үлкен. Ерболат мырза, сізге үлкен алғысым шексіз. Мен айта алмаймын, мен бір жетістікке жеттім, керемет табыстаппын деп айта алмаймын. Бірақ маған осы жерде ақшаның бар екенін түсіндірген адамсыз. Мен сол деп білемін сізді. Енді Құдай қаласа мен жетемін деп ойлаймын, мен жетемін де оған әлі Құдай қаласа. Бәрі алда ғой. Осы салаға мен негізі қатты қызықтым. Алматыдағы сестрамдан негізі қызығып артын қуалап жүр. Жаңағы инстаграмнан рекламаңызды көріп, маған ссылкаңызды жіберді. Айка барш осыған көріш деп. Сөйтіп просто так сестрамыз екеуміз бара салдық біз. Маған кәдімгідей бар ғой, мен көп нелерге бардым. Иә. Просто өзінің несін дұрыстап жеткізіп айтып түсіндіре алады да адамға. Сол жағына қызықтым мысалға. И сосын ана жерден жақсы ұғынып біліп алсаң, білім ғой ең бастысы. Ақша көп жетеді, бәріне жетеді. Жалпы былай азынан кешке дейін жұмыс істейміз ғой, азынан кешке дейін. Бір зарплатаға, от зарплаты до зарплата отырған адамбыз. Неге қосымша табыс таппасқа? Иә, сол осының барлығымыз, сіздерге де барлығыңызға тек табыс тілеймін. Негізі көп нәрсені ойланып тұрмын ше өзім. Кім шақырмай, как раз шықты ғой. Брат, как раз сен күтіп тұр едім мен ше. Жаңа негізі осы проектке мен ше андай бір қырылам деп келген жоқпын негізі ше. Бірақ ең басында екеумізден шатысып қалғаннан кейін менде андай болды да, мынау мен жастыма примерно көріп алып хайповать еткісі келді ма деген бір өзіммен дұрыс түсінбей қалдым негізі. Жаңа енді Ерболат айтқаннан кейін мен ана қасында келіп жүрген сестренкің деп ойладым ең басында ше. Сөйтіп ойладым мен мынау бір не шығар, андай бір отморозок өзін бір көрсеткісі келген шығар деп сөйтіп өтіп жүрек берді. Сонымен короче өте беріңіздер. Сонымен короче 4 бала шағасы бар, анау деген мен наоборот уважением артып тұр негізі ше. Мен андай жасың үлкен екен еще, мен көп жерде енді өзім сені ренжітіп қойсам, от души кешірім сұраймын. Өзің претензияң болса негізі айтсаң болады, бірақ реально жаңа кішкене неловко болды, еще бүкіл команда тапить етті ғой. И как бы бір жексұрын болғым келмейді ше өзім ше. Содан кейін ойландым, мен көп нәрсені дұрыс жасамай жатыр екенмін ғой деп, сондықтан ренжіткен жерім болса кешір. Нормально все. Қазақпыз ғой негізінде. Мен де түсінемін енді, просто андай моменттер болып қалды да. Жағынан да кіріп там анжеден үлкіншілер болғаннан кейін енді. Біз енді намыспыз ғой, намыс бүкіліміз қазақпыз деген. Біз сол бірінші күннен кейін сөйлеспей кеттік қой. Сол моментте ғой, кешір, конечно. Атак бәріміз бір цельмен жүрміз деген дейді. Табыс қой, табыс. Иә, табыс тауымен, иә. Ешқандай там. Бізде бәрі жақсы. Бізде бәрі жақсы. Жақсы, енді отырыс болды. Рахмет баршаңызға. Бүгін нормальный күн болды деп ойлаймыз. Енді алда жалғасады. Енді проект бойынша 2 адам шығаруымыз керек. Кімді? Ондай нәрсе болған жоқ бізде. 2 адам шығарамыз. Жалпы проекттен шығарамыз. Болмайды, бәріміз үйреніп. Кім деп ойлайсыздар? Жоқ, мен ешқайсысын қимаймын. Бәріміз үйреніп қалды, иә. Анда, не кажется, ана 2 баланың төбелесе беретін 2 бала. Төбелесе беретін 2 бала? Ерасым мен Асылбекті айтасыздар ма? Жоқ. Ереке, мен жаңа далада екеуін көрдім жаңа. Екеуі вроде достасып, былайынша нормально болып баратқан сияқты.
Екеуі ма? Сыртта тұр екеуі сөйлесіп. Жақсы, давайте. Оны кім шығаратын келесі серияда көресіздер бұйырса. Енді біздің жоба сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Міндетті түрде біздің әрбір серияны көріңіздер, комментарий жазыңыздар, каналымызға міндетті түрде жазылып алыңыздар. Сіздер үшін тырысып жатырмыз. Алдағы уақытта осы белсенді көрермендерге 6 серия болады. Сол 6 серияны до конца көрген адамдарға менен бағалы сыйлықтар болады. Оны міндетті түрде бақылап жүріңіздер. Енді екі адам шығарамыз деп айттық, енді бұл жоба болғандықтан, давайте оны біз келесі серияда толық ашып айтатын боламыз. Бүгінгі серия осымен аяқталды. Рахмет сіздерге. Бізбен бірге болдыңыздар. Кім айтпашы, тоқтатшы, ұмытып кеттім ғой, айтсаң. Кім шығады деп ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер.